Қайырлы күн, 2 сынып оқушылары. Бүгінгі видеода математика пәнінен 50-ші сабақты түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз оқушылар. Ендеше сабақты бастаймыз, яғни бұл сабақта біз сандарды рим цифрымен жазуды үйренетін боламыз. 12-ге дейінгі сандарды рим цифрымен жазуды және оларды оқуды үйренеміз. Бірінші есеп: бір таңбалы натурал сандарды кему ретімен жаз. Бір таңбалы натурал сандар дегеніміз ол бізде күнделікті санап жүрген сандарымыз, яғни бір таңбалы 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Келесі ондықтарды өсу ретімен жаз. Ондықтар дегеніміз өзі айтылып тұрғандай 10, яғни 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Келесі жүздіктерді кему ретімен жаз. Кему реті дегеніміз енді артқа қарай жүздіктерді 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100. 5 және 7 цифрларын пайдаланып, екі таңбалы сандарды жаз дейді. 57 және де 75 деген екі таңбалы сан шығады екен. Келесі рим цифрлары сандарды белгілеу үшін латын әліпбиіндегі 7 әріптің көмегімен жазылатын таңбалар жүйесі дейді. Рим цифры дегеніміз, яғни 1 дегеніміз, рим цифрымен 1 болады, 5 дейді, яғни латын әріптерімен белгіленеді екен. Кез келген натурал сан осы цифрларды қайталау арқылы жазылады дейді. Егер мәні үлкен цифр, мәні кіші цифрдың алдында тұрса, онда олардың мәндері қосылады. Яғни 2 саны 2-ні білдіреді, өйткені 1 қосу 1 тең 2. Дәл осы ережені мұқият тыңдап аламыз. Келесі екінші есеп: апта күн сандарды рим цифрларымен жаз дейді. Яғни бұл жерде біз, мына жерде мен ұмытып кетіппін. Екінші есепте бізде былай болады. Яғни 3 дегеніміз ол мынандай болады. Келесі 7 дегеніміз ол 5 және де 2 болады. Келесі 9 дегеніміз ол 1 және де x болады. Келесі 11 дегеніміз керісінше болады екен. Яғни осылай жазып аламыз оқушылар. Келесі үшінші есеп: апта күндерінің реттік нөмір кестесін толтыр дейді. Мына жерде бізде орындар ауысып кетті. Яғни мен сендерге мынаны қайталап жазып беретін боламын. Яғни араб цифрлары дейді. Бұл жерде араб цифрлары деген дүйсенбі 1-ші, сейсенбі 2-ші, сәрсенбі 3-ші, бейсенбі 4-ші, жұма 5-ші, сенбі 6-ші, жексенбі 7-ші болады екен. Енді осыларды рим цифрмен жазатын болса, ол 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші және де 7-ші болады екен оқушылар. Келесі 4-ші есеп: өрнектердің мәнін тауып, оларды рим цифрларымен жаз дейді. 1 қосу 4, яғни ол бізде 5 болады. 11 алу 4, ол бізде 11 алу 4, яғни 7 болады. Келесі 9 қосу 3 тең 12 болады. 11 алу 7 тең 5. 4 қосу 8 тең 12. 11 алу 9 тең 2. 5 қосу 5 тең 10. 12 алу 8 тең 4 болады екен оқушылар. Осылай жазып аламыз. Келесі теңдеулерді шеш дейді. Енді жазып болған болсақ, мен келесі бетке ауыстырамын. Яғни бұл жерде біз теңдеуді шешеді екенбіз. Яғни x қосу 33 тең 87. X тең 87 алу 33, x тең 54, 54. Енді тексереміз. 54 қосу 33 тең 87 екен. Келесі с алу 24 тең 37, с тең, яғни 37-тен үлкен санға, яғни 24-ті қосамыз. Не себепті? Себебі 24 санның алдында минус саны болғандықтан, минус таңбасы болғандықтан, ол бізде теңнен кейін ауысқанда қосу таңбасына өзгереді екен. Сонда с тең 61. С тең 61 алу 24 тең 37 болады екен. Келесі бізде 6-шы есеп:
рим цифрларымен жаз дейді. Яғни бір таңбалы натурал сандарды өсу ретімен жазамыз. Яғни бұл жерде бір таңбалы натурал сандарды рим цифрымен жазамыз өсу ретімен 10-ға дейін, яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Келесі 10-ды жазбаймыз айтпақшы. Келесі әде 12-ге дейінгі екі таңбалы натурал сандарды кему ретімен дейді. Яғни бұл жерде 12, 11, 10 деп жазамыз. Келесі 7-ші есеп теңдік тура болатындай етіп бір таяқшаны ауыстырып қой дейді. Яғни мына жерде бізде көрсетілгендей 3, мынау екінші таңбадағы бізде мына жердегі яғни бір таңбасын бізге қосуға айналдырып жібереміз. 3-ке 1-ді қоссақ 4 болады. Келесі 6 қосу 4 тең 10 болады. Яғни мынау 10 деген 9 деген санның қасындағы 1-ді, яғни қосуға жібереді екенбіз. Келесі 8-ші есеп. Жанар жыл сайын туған күніне сыйлық ойыншық алады. Бірінші жылы 1 ойыншық, екінші жылы 2 ойыншық, яғни бірінші жылы ол 1 ойыншық алды. Екінші жылы 2 ойыншық алды, үшінші жылы 3 ойыншық алды, төртінші жылы 4 ойыншық, бесінші жылы 5 ойыншық, алтыншы жылы 6 ойыншық. Яғни әр жылға бір ойыншықтан қосылып отырды. Сонда 1-ге 2-ні қосамыз 3, 3-ке 3-ті 6, 6-ға 4, 10, 10-ға 5, 15, 15-ке 6, 21 ойыншық. Сонда жалпы ол 6 жасқа толған кезде 6 жылдың ішінде ол 21 ойыншық жинаған екен оқушылар. Жауабына осылай жазамыз. Сонымен біз қолданып жүрген цифрлар араб цифрлары болғанымен олар Үндістанда пайда болған екен. Осымен оқушылар бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.